Сәлем қыздар, бүгін сіздерге өзім тапсырысқа жасап жүрген творожный пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен біз тестамызды дайындап алуымыз керек. Миксердің ыдысына жұмыртқамызды, қантымызды және де осылай еріп тұрған майымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Егер де сіздерде бұндай миксер болмаса, қолдың миксерімен миксерлесеңіздер де болады. Осы үшеуін тура 5 минут миксерлеуіміз керек, ең жоғарғы жылдамдықта. Міне осылай массамыз аппақ болғанша миксерлеп алдым. Енді венчигін ауыстырамыз. Осындай қамырға арналған лопатасын қойдым. Енді ұнымызға ванилин саламыз және де разрыхителімізді салып, араластырып, одан кейін осы массамыздың үстінен бірден барлығында салып, қамыр жасаймыз. Егер де сіздерде айта кетейін, миксер болмаса, қолмен араластырсаңыздар да болады бұны. Енді осыны қамыр қылып жасап аламыз. Қыздар, осымен қамырымыз дайын. Мен айтуды ұмытып кетіппін. Бұл жерде мен 2 теста дайындадым. Бірінен творожный пирог жасасам, екіншісінен сметанный пирог жасайтын болам. Сондықтан сіздерге астына тек бір қамырдың рецептісін жазып қалдыратын боламын. Дайын қамырымызды осылай пленкаға орап, бөлме температурасына қойып қоямыз да, начинкасын дайындаймыз. Творогқа жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз, және де манная крупа деген бар ғой, маник. Сондайдан 1,5 столовая ложка саламыз, одан кейін ванилин саламыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз да, одан кейін блендерімізбен езіп шығамыз. Творогтың барлығы да майда болып езілу керек. Қыздар, начинкамыз дайын болғаннан кейін форманың ішіне осылай қағазын саламыз. Одан кейін жан-жақтарын бәрін жақсылап майлап шығып, одан кейін тестамызды қолмен жайып шығамыз. Жандарына көтеріп, жайып шығамыз. Одан кейін оның ішін вилкамен жақсылап тесіп, начинкамызды құямыз. Ары қарай видеодағыдай етіп істейсіздер. Осымен енді пирогымызды қызып тұрған пеште 150 градуста ровно 1 сағат пісіріп аламыз. Менде смек пеші болғандықтан 150 градуста пісіремін. Алдыңғы электр пештерім бар, тағы да ода пісіретін болса, мен 160 градуста пісіремін. Сондықтан өздеріңіздің пештеріңіздің градусына қараңыздар. Қыздар, мына творожный пирог. Творожный пирог 150 градуста.
1 сағат пісу керек. Сол кезде осындай түс болып дайын болу керек. 1 сағаттан ерте осылай қызарып кетіп жатса, значит духовканың градусын төмендету керек. Ровно 1 сағатта осындай түс болып пісу керек та сіздерде. Сол кезде қатты трещиналар болмайды. Қатты қызып тұрған пеште пісіретін болсаңыздар, сіздерде творожный пирогтарыңызда трещиналар өте көп болатын болады. А мынау бізде сметанный пирог, тоже 150 градуста 1 сағат пісу керек екеуі де. Сол кезде трещина болмайды ешқандайда. Егер де духовкаларыңыз қатты қызатын болса, жаңағы асел пештер қатты қызады деп жатады ғой. Өзім пісіріп көрмеген асел пеште. Бірақ соларда қызатын болса қатты, ондай болса градусын төмендетесіздер, 140-қа пісіріп көресіздер, или 130-ға пісіріп көресіздер, чтобы 1 сағатта осындай болып пісу керек. Осы қыздар, сатылымға жасайтын пирогтарым осы сметаны және де творожный. Екеуінің де дәмі ерекше, екеуінің де дәмі басқаша, тек тестасы ғана бір болмаса, сметаныйдың дәмі бір басқа, творожныйдың дәмі бір басқа. Сосын қыздар, тағы бір лайфхак. Духовканың іші енді піскеннен кейін суиды ма, кішкене. Сөйтіп барып, мен қайдан творожный пирогтарды соның ішіне салып қоямын. И 3-4 сағат осындай духовканың ішінде тұрады. Духовка қосылып тұрған жоқ. Тек просто өзін салып қойдым. Сол кезде мына тесталары прям жұмсақ болып шығады, идеально болып шығады. Сондықтан пісіріп алғаннан кейін духовканың ішін бір 20 минут, жарты сағаттай суытып аласыздар. Сосын барып пирогтарыңызды салып қоясыздар да, духовканың бетін жауып қоясыздар. Бір 2 сағаттан кейін барып пирогтарыңызды шығарыңыздар. Сол кезде пирогтарыңыздың мынандай шеттері, тесталары өте жұмсақ болып шығады, әдемі болып шығады. Мына бұл творожный пирог өте дәмді. Ал мынау сметанный пирог, бұның рецептісі бар. Бұл да тоже өте дәмді. Өзіме сметанный пирог қатты ұнайды. Мына осылай микс жасап мен сатамын. Бетіне клубника қойып қойсаңыздар да болады. Менде именно осында видео рецепт түсіретін кезінде клубникам бітіп қапты. Осы қыздар.